тыңдармандар, менің есімім Орынтай, Есбол Омарбаев атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздерге жазушы Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» деп аталатын повесін назарларыңызға ұсынбақпын. Автор бұл шығармасында ізгілік пен зұлымдықтың, жақсылық пен жамандықтың арақатынасын кейіпкердің басында болып жатқан оқиғалар арқылы бейнелейді. Автордың өзінің қалауы бойынша кейіпкердің есімі аталмайды. Кейіпкер өзі тұрақты түрде күнделік жүргізіп отыратын және күнделігіне ізгілік, мейірі, махаббат туралы өзінің ой толғаныстарын түсіріп отырады. Күндердің күнінде өзі күтпеген тосын оқиғаға тап болады. Оған бейтаныс кісі хат жолдайды. Хатында кейіпкердің адамгершілік бағытындағы ойларымен келіспейтіндігін, өзінің көзқарасы бар екендігін айтып өтеді. Осы орайда автор мынадай түсінік беріп өтеді. Жалпы психология ұғымында тұлғаның екіге жарылуы деген түсінік қалыптасқан. Бұл өзіңіз білетін, өзіне өте тиянақты, жауапты, не болмаса отбасында қамқор болып жүрген жанның бір мезгілде екінші тұлғаға айналып кетуі, яғни қатыгез, нағыз қанішер адамның өзі болып шығуы мүмкін. Ал біздің кейіпкерімізде де осы жағдай орын алады. Яғни ол өзі сөйлесіп жүрген бейтаныс құрбысы өзі болып шығады. Яғни бұл шығарма кейіпкердің күнделігімен өзі жазған хаттары арқылы өрбіп отырады. Бейтаныс кісінің пікірінше өмірде тек қана жақсылық пен жамандықтың, не болмаса арамдық пен адалдықтың күресі ғана емес, зұлымдық пен зұлымдықтың, жамандық пен жамандықтың да күресі болады деп есептейді. Осыны оқып отырған оқырман қауым кейде бұл пікірлердің дұрыстығына да сеніп қалады. Бірақ біздің кейіпкеріміздің жауаптары арқылы адам бойындағы асыл қасиеттер, ізгі қасиеттер мәңгілік екенін көруге болады. Бұл шығарманың басқа шығармалардан ерекшелігі жаңа атап өткенімдей, оқиғалар желісі бір ғана кейіпкердің басында болып жатқан жағдайлар арқылы суреттеледі. Яғни өзге шығармалардағыдай бұл жерде көп кейіпкер жоқ. Сонымен қатар қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей әртүрлі танымдық, психологиялық бағыттағы адамның ойын өзгертуге арналған шығармалар, кітаптар өте көп. Бірақ бұл шығарма адамның өзіне сұрақ қоюына, өзіне есеп беруіне үлкен мүмкіндік туғызады деп ойлаймын. Кітапты әрине біріншіден кітапханалардан табуға болады. Егер кітапханалардан кездестірмей жатсаңыз, әдебиет порталы ұсынған электронды нұсқасын оқуға толықтай мүмкіндік бар. Менің ойымша, кітап адамға тек қана білім беріп қана қоймайды, сонымен ғана тәрбиелейді. Көпшілік жерде кітап оқитын адам мен кітап оқымайтын адамның айырмасы бірден белгілі болып тұрады. Яғни кітап оқыған адамның ойы түзеледі, сөзі түзеледі, рухани бай болады. Баршаңызды кітап оқуға шақырамын.